Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Денеде артық судың жиналуына салауатты өмір салтын сақтамау себеп болады. Біз фастфуд немесе дайын тағамдарды көп жегеннен, көп тұзды тұтынудан, алкогольді ішімдік ішкеннен ағзада су жиналады. Оның алдын алу үшін физикалық белсенділікті арттыру керек. Сонда дененің артық сұйықтықты жинауына жол бермейді. Ағзадағы артық су дененің ісінуіне әкеледі. Салдарынан аяқ-қол ісініп, басқа да қиындықтар туындайды. Бұл шайсыздықтың алдын алу үшін мына әдісті қолданыңыз. Тұзды азайтыңыз. Бұл денедегі артық суды азайтып, ісінуді болдырмайды. Бұл дәмдеуіш электролит балансын және бұлшықеттердің дұрыс жұмысын қамтамасыз етеді. Дегенмен шектеп тұтынғаныңыз жөн. Себебі артық тұз сұйықтықтың бүйрекке жиналуына ықпал етеді. Сондықтан деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, тәулігіне 5 граммнан артық тұз қолданбаңыз. Ал біз мұның көлемін кем дегенде 3 есеге көбейтеміз. Өйткені тұз біз тұтынатын барлық тағам өнімдерінде кездеседі. Ендеше сіз денеңіздің ісінгенін байқасаңыз, салмағыңыз артса, онда бір күн бойы тұзды жеуді тоқтатыңыз. Ақжелкен қосыңыз. Бұл несеп жүргізетін керемет өсімдіктің бірі. Сондықтан аяқтың ісінуіне жол бермейді. Емді қасиеті мол көкті мейлінше шикі түрінде жеген дұрыс. Сол үшін күнделікті жейтін салатқа, сорпаға молынан қосыңыз. Жеміс пен көкөністі көп жеңіз. Көкөністер керемет дәмді ғана емес, сонымен қатар денеде судың жиналуын болдырмайды. Әсіресе қызанақ, қияр және де қарбыздың адам ағзасына тигізетін пайдасы орасан. Оның несеп айдайтын әсері бар. Сонымен бірге ағзаны калий және натрий элементімен байытады. Көбірек қозғалыңыз. Белсенді қозғалыс адам денсаулығына өте пайдалы. Сондықтан да күніне жарты сағат жаяу жүруге әдеттеніңіз. Велосипед тебу немесе суда жүзуде ағза үшін таптырмайтын емекенін біле жүріңіз. Егер қозғалыс аз болса, онда тері астындағы тіндерде сұйықтық жинала бастайды да, бұл ісінуді тудырады. Денеде артық судың жиналуына кеңседе бір орында отырып жұмыс істеу, көлікте ұзақ отырып теледидар көру, аяқтың, балтырдың ісінуіне әкеледі. Одан бөлек дене құрысып, ауырсына бастайды. Сондықтан аптасына кемінде 2-3 рет жаттығу жасаңыз. Шөпті де ұмытпаңыз. Әсіресе қалақай, қырықбуын немесе бақбақ табиғи несеп айдайтын өсімдік екенін ескеріңіз. Ағзаны артық судан арылту үшін күніне 1-2 стақан кептірілген немесе балғын шөптен дайындалған тұнба ішіңіз. Бұл емдік сусын аяқ-қолдарыңыздың ісінуін болдырмайды. Су ішіңіз. Бұл сізге қызық болып естілуі мүмкін. Десе де ағзадағы артық судан құтылу үшін суды күні бойына ішу керек. Әсіресе ісіну пайда болған кезде суды шектеусіз ішуге кеңес береміз. Өйткені судың жетіспеушілігі бүйректерге де теріс әсер етеді және оларға түсетін артық токсиндер мен натрийдан құтылуға жол бермейді. Ал тұздың құрамындағы натрий ағзадағы суды ұзақ сақтайды, сондықтан ісіну мазалайды. Ендеше күні бойы газдалмаған минералды суды ішуге әдеттеніңіз. Ең тиімдісі аш қарынға 2 ас қасық лимон шырыны қосылған 1 стакан жылы суды ішіңіз. Осының арқасында сіз дененің қышқыл негіз тепе-теңдігін қалпына келтіріп қана қоймай, оны түнде жиналған токсиндерден тазартасыз. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз.